Сондықтан төреші тәуекелге бармай-ақ пенальти белгілемеді. Я спрашиваю вас. Что я должен комментировать? Я должен... Как оно вам сегодняшнее? Я вообще его не комментирую. Я уже вам все сказал. Я вам сказал свою позицию. Матчтың алдында Георгий Жуков пен келісім шарт жасасқанын хабарлады. Судейская коллегия, или как правильно называется, Федерация футбола Казахстана, обратила на момент на 55-й минуте. Если это не пенальти, тогда то что тогда пенальти? Мені көбінесе Бахтияр Зайнуддиновтың Реалға ауысуы жайында сұрап жатыр. Ассалаумағалейкум достар. Әнемне дегенше Қазақстан премьер-лигасының бел ортасына да келіп жеттік. 13-ші турдың орталық матчында Ақтөбе Қобыланды Батыр стадионда Астананы қабылдады. Айтпақшы, мені көбінесе Бахтияр Зайнуддиновтың Реалға ауысуы жайында сұрап жатыр. Неге осыны қозғамайсыздар деп көрермендер жазып тұрады. Видеоның соңында талқылаймыз. PlayStation ақша немесе мерч алғың келе ме? Осында достарымыздың сыйлықтар дүкеніне кір. Сіздер ұпай жинайсыздар және оларды нағыз сыйлықтарға айырбастай аласыздар. Бұл ақылмен, креативпен ойнайтындар үшін жасалған жаңа адал бағдарлама. Дүкен тәулігіне 24 сағат жұмыс істейді. Белсенді болыңыздар. Сілтемесін астында қалдырдым. Соңғы 3 матч бойы жеңістің дәмін татпаған Ақтөбеге 3 ұпай ауадай қажет болды. Оның үстіне өз жанкүйерлерінің алдында тағы да жеңіске жете алмаса, жағдайдың шығынатыны айтпаса да белгілі болып тұрды. Вячеслав Левчук бұл ойынға әдеттегі құрамын шығарды. Қызылжармен болған матчқа қатыспаған Амаду Думбия бүгін негізгі құрамға қайта оралды. Айтпақшы, ақ қызылдар осы матчтың алдында Георгий Жуков пен келісім шарт жасасқанын хабарлады. Бірақ Қазақстан құрамасының жартылай қорғаушысы жазғы трансфер кезеңі ашылмайынша, яғни 25 маусымға дейін алаңға шыға алмайды. Енді Ақтөбе шабуыл шебін күшейту үшін әртүрлі нұсқаларды қарастыруда. Астана құрамында да еш өзгеріс болмады. Бұл жақта бір қуантарлығы қазақстандық футболшылар легионерлерді жайлап қосалқы құрамға тығуда. Мұхамеджан Сесейнің Йосип Чендричпен негізгі қақпашы атағын тартып алғаны қашан? Енді Рамазан Кәрімов өткен маусымда топырлатып гол соққан Джеффри Ченедуді отырғызып тастады. Демек, негізгі құрамда ойнауға әр футболшыда мүмкіндік бар. Неге Әлихан Астанов пен Арман Кеңесовке де солай жасамасқа? Астана Ақтөбеге қарағанда бұл матчқа әлдеқайда жақсы көңіл күймен келді. Елордалықтар КПЛ-дың соңғы 4 матчында да жеңіске жетті. Көш басындағы орны сақтап қалу үшін Григорий Бабаян шәкірттеріне сырт алаңда тең нәтиженің өзі жеткілікті болып көрінді. Матчтың бірінші таймы өте сүреңсіз өтті. Гол соғатын мүмкіндік түгілі қауіпті шабуылдарды да көре алмады. Жайрожан ғана 1-2 рет қарсыластың ойыншыларын алдап өтіп, шабуылды нәтижесіз соққымен аяқтады. Бірінші тайм аяқталар тұста Карло Бартолетти Вараговскийдің пасын пайдасына жарата алмай тепкен добы айдалаға ұшты.
екінші тайм бастала салысымен Вячеслав Левчук сарықағаз алған Лев Скворцовты алмастырып тастады. Оның орнына Қайрат қақпасына гол соққан Аян Байдәулетов шықты. 50 минуттан бастап қос командада қауіпті шабуылдар ұйымдастыра бастады. Сондай эпизодтардың бірінде Усман Камараның гол соғуына Ақтөбе қорғаушылары жауып жүріп тосқауыл жасады. Алпыс 9 минутта Оралхан Өміртаев қақпашымен жеке дара шығып керемет мүмкіндікке ие болды. Бірақ Алекс Аманович дер кезінде көмекке келіп, оның гол соғатын мүмкіндіктен айырды. Үш минуттан кейін Астана тағы да қателесіп, Амаду Думбия қарсылас қақпасына қарай ұмтылып еді. Бұл жолы қалайдса ерлік жасады. 80 минутта Ақтөбе қорғаушысы Немания Анжелкович Марин Тамасовты айвалаңның ішінде шалып жығып, Бағдат Абдулаев варды қарағаннан кейін алаң иелерінің қақпасына пенальти белгіледі. Нүктеге келген Назми Грибши доппен қақпашыны екі жаққа айырды. Матч соңында Богдан Веттежелу алыстан теуіп көріп, еді қақпадан қисық ұшты. Нәтижесінде Астана қонаққа барып 1-0 есебімен жеңіп қайтты. Матч басталмас бұрын Ақтөбе жанкүйерлері бас төреші Астанаға көмектесу мүмкін деп болжады. Себебі Бағдат Абдулаев аққызылардың бұған дейінгі ойындарында бірнеше рет қарсылас команданың пайдасына шешім шығарған. Бүгін пенальти болған сәтте Анжелкович пен Тамасов арасында контакт болғаны рас. Екінші жағынан Дархан Бердібек те Маринді артынан итеріп Неманияның аяғына салып бергендей болды. Бірақ Астана қақпасына да пенальти қоятын себеп болды. Оралхан Өміртаевтың баспен жасаған соққысы Кипрас Кожоколовастың қолына тигендей көрінді. Бірақ төреші бұл эпизодқа мән берген де жоқ. Жеке пікірім, камералардың сапасы дұрыс шешім қабылдауға мүмкіндік бермейді. Сондықтан төреші тәуекелге бармайық, пенальти белгілемеді. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Осы сәтте пенальти белгіленуі тиіс пе? Федерация Ақтөбені өлтіріп жатыр ма? Пікірлеріңізді астында жазыңыздар. Бүгінгі жеңілістен кейін Ақтөбенің КПЛ-дағы жеңіссіз сериясы 4 матчқа жетті. Үшеуінде жеңіліп, біреуінде тең түсті. Енді бапкерге қатысты түрлі ақпараттың тарайтыны анық. Бұл матчқа дейін-ақ команданы италиялық маман Массимо Каррераның тізгіндеуі мүмкін деген сыбыс шыққан болатын. Аққызылдар өз жағдайын өздері ұшықтырып алды. Қазақстан кубогынан ерте ұшып кетті. Чемпионатта көш бастап келе жатқан Астанадан 7 пайға артта қалып қойды. Еврокубокте де қиын қарсыласқа тап болды. Ол жақта алысқа шабады деп айту қиын. Легиядан ұтылса, конференция
лигасына түседі. Ол жақта азулы Спарта Прага күтіп тұр. Польшаның командасын қапы қалдырған жағдайда ғана мүмкіндігі жақсара түседі. Бірақ қазіргі ойынымен, қазіргі құраммен бұл өте қиын болады. Бар үміті чемпионатта еді. Бұл жақтағы жағдайды өздеріңіз көріп отырсыздар. Футбол әлемде сен маған жартылай қорғаушыларыңды көрсет, мен саған командаңның қандай екенін айтып берем. Деген қағида бар емес пе? Ақтөбенің алаң ортасындағы футболшылары кімдер? Үсенов, Бердібек, Абдулла чемпиондыққа таласып жатқан Қайрат астаналармен салыстыруға келмейді. Әрине, қазақстандық футболшылардың ойнаған жақсы ғой, бірақ жаңағы футболшылар Ақтөбеде бәсекелесі болмағаннан кейін ойнап жүр. Кәрімов, Сейсен секілді бәсекелестікті жеңіп алып, негізгі құрамда шықса, әңгіме басқа. Ақтөбенің қосалқы құрамнан алаңға шығып, ойынды күшейтетін футболшылары да аз. Сондықтан бұларды чемпиондыққа таласатын команда ретінде есептеу қате сияқты. Ал Астана жыл сайынғы әдетіне салып Еурокубок алдында бабына келіп алды. Бүгін қатарынан 5-ші матчта жеңіске жетті. Чемпионатта сенімді түрде көш бастап келеді. Онымен қоса Еурокубокте де ең оңай жербеге тап болды. Елордалықтар конференция лигасындағы жорығын 2-ші кезеңнен бастайды. Ол жерде Молдованың Зимбруымен күш сынасады. Григорий Бабаян жазғы трансфер кезеңде 1-2 сапалы легионер алуды көздеп отыр. Ақтөбе алдағы турда Тұранға қонаққа барады, ал одан кейін Атырауды қабылдайды. Демек, жеңіссіз серияны үзетін мүмкіндік бар, ал Астананы Қызылжар және Жетісуға қарсы матчтар күтіп тұр. Еще вопрос. А что комментировать? Ну, прокомментируйте вы. Зачем меня комментировать? Я когда буду комментировать? Когда не комментировал? Да. Вам что не понравилось? Я спрашиваю вас. Что я должен комментировать? Я должен... Как оно вам сегодняшнее? Я вообще его не комментирую. Я уже вам все сказал. Я вам сказал свою позицию. Ну, вот, тут два вопроса, да, я так понимаю, да. По первому, ну, знаете, чемпионат только на экваторе, да, и катастрофического отставания, вот, поверьте, это не какие-то там блеф, да, это действительно страшного еще ничего нету. Никто не снимал задачу и не снимет. Да. То, что касаемо Еврокубков, ну, нам достался, я уже говорил, это очень серьезный такой соперник, который проповедует именно силовой футбол, хотя и новый тренер, я уже там посмотрел, но я не думаю, что сильно структура игры команды будет меняться. Все возможно, но давайте мы сначала усилимся, да. По крайней мере, я лично не собираюсь и проигрывать. Немножко тоже отступлю от правил от своих, когда даю интервью, никогда не комментирую действия арбитров, но, знаете, так немножко постукивает, тут и кипит. Ни один спорный момент судья как бы так не подошел к ВАРу, решил ограничиться то, что ему сказали. И в моменте, когда нам поставили пенальти, да, там внимание дал повод, чтобы поставить пенальти, но мне бы очень хотелось, чтобы тоже судейская коллегия, или как правильно называется, Федерация футбола Казахстана, обратила на момент на 55-й минуте. Если это не пенальти, тогда то что тогда пенальти? Енді Бақтияр Зайнудинов жайында, оның Реалға ауысатын жайында небәрі 7000 оқырманы бар Абилла Twitter аккаунты жазған. Осы пабликті Google немесе футбол мамандары білмейді. Бірде-бір ірі түрік порталы осы аккаунтқа сілтеме жасамайды. Бірақ біз осы трансферге қатты сеніп, тіпті Реалдың Инстаграмда Зайнудиновты алыңыздаршы деп жазып жатырмыз. Әзірше корольдік клуб қазақстандық футболшыны алмайды. Тіпті тегін ұсынса да. Ал Дастан Сатпаевты Челсидің сапында көруіміз әбден мүмкін. Болашақта. Еді біздің футболымыз көтеріліп, төрешілерге адал жұмыс атқарады деп сенейік. Басқа амал жоқ. Келесі кездескенше, достар.